Ой, Хабиба келе алмады. Хабиба таңертең тұра алмайды. Миллион проблема болушы еді қазір. Енді қыз баласы басқаша кішкене. Енді біз не істейміз? Көрермендерімізге эксклюзив болып Айгүл Мекеевті шақырып отырмыз. Және де енді қазір Сұлтанәлиді студияға алдырса, мүмкін болса, ортаға келе қойсын. Ең кіші қонағымыз. Заман бала, заман бала телевидениеға келді. Қырқынан шықты, қазір 7 июльде неге 3 айға жетеді. Керемет, біздің енді бүлдіршініміздің 6-шы, керемет балапанымыздың жұлдызы жансын дейміз. Енді осындай 40-нан шыға салысымен эфирге келіп, қатысып, қонақ болып. Біз енді Асанәлінің інісіне арнаған өзінің бір шығармасы бар екен ғой. Өлең ба, тақпақ ба, қалай болады Асанәлі? Айтпеші. Өлең. Тыңдайды. Мен асығып күтіп отырмын, біздің көрерменде. Ал. Іні маған тартпаған, іні мені көбілек. Бір қан берді теп маған, жемей қойды өкпелеп. Жыламас ем, өкпелеп жыламас ем мен өтіп. Сол бір қанты тұрт бөлек. Ертіп бердім бөленіп. Үні маған жаранды, үні маған қуанды. Бәрекелді.